Рахмет Астана, қайырлы таң қадірлі көрермен. Алматы студиясының бүгінгі қонағы жүрекке жүгіну маған көктем сыйлашы 20-ның жалын атты жыр жинақтарының авторы Ақын Мұратхан Шоқан. Қош келдіңіз, Мұратхан. Сәлеметсіз. Таяуда көрерменді өзіңіздің шығармашылық кешіңізге жинамақшысыз. Қандай жаңалықтарыңызбен бөлісесіз? Енді мынау еліміз тәуелсіздік алғалы 25 жыл болды. Мынау Алматы қаласының 1000 жылдығы тойланып жатыр. Осы биыл тойдың жылы болып отыр. Осы орайда талай жақсы шаралар өтіп жатыр. Сол қатарда мен енді өзімде бір шығармашылық кеш өткізіп, бір есеп ретінде осы тойға, елімізде болып жатқан тойға тарту ретінде шығармашылық кеш өткізсем деп жоспарлап отырмын. 24 қазан сағат 6:30-да мынау әуезов театрында сезімдердің гүлін салқын ұрмасын деген жыр кешім өтеді. Осылай тақырып қоюымдағы себеп, мына ғасырда адамдар арасындағы достықтың, адамдар арасындағы бір туыстық қарым-қатынастың, адамгершілік биік сезімдердің салқындамауын, мынау қоғамда ізгіліктің, мейірімділіктің, қайырымдылықтың салтанат құруын ойлап, енді ақын мынау күллі жер бетіне жер шарына сызат түссе, алдымен ақынның жүрегінен өтеді дейді ғой. Соны ойлағаннан туған жырларымды оқымақшымын. Бір сұхбатыңызда поэзия киелі қастерлі ұғым, оны мөлдіреген, үлбіреген қалыпта алақанда ұстау керек деген ой айтасыз. Әрине, поэзия ол өте киелі қасиетті ұғым. Мынау ақынды жаратушы жер бетіне қамқоршы етіп жібереді. Егер ол нағыз ақын болса, шын ақын болса, ол жусаннан биік, бетегеден биік жусаннан аласа болып, Құдайдан кейінгі биіктен күллі тіршілікке қызмет етеді. Мен енді поэзияны ұлы жаратылыстың жүрек соғысы деп түсінемін. Мына поэзия жайлы біраз өзімнің тұжырымдарым бар, себебі әдебиет әлемі деген орталық ашып, мен жастармен, жас ақындармен жұмыс жасап жатырмын. Өйткені осы киелі қасиетті ұғымды жаңағы ең биік деңгейден түсініп, оны ары қарай халықтың жүрегіне жеткізу керек. Ол жайлы, поэзия жайлы алдымен бір тамаша ұғым қалыптаспай тұрып, өзінің жүрегінде, өзінің жан әлемінде ондай бір қасиетті киелі ұғым екен деген түсінік қалыптаспай тұрып, өлең жазудың өзі күнә деп ойлаймын. Біраз уақыт бұрын әнші Майра Мұхамедқызының ұсынысымен сіз әлемнің бесік жырларын аударғансыз. Аудармамен де айналысасыз ба? Енді мен аудармамен бұлай үлкен деңгейде айналысып жатқан жоқпын. Десе де әлем бесік жырларын аудардық. Ол Майраның ұсынысымен, Майра Мұхамедқызының ұсынысымен болды. Жаңағы оған 7-8 жаңағы классикалық әлемге танылған әндер кірді. Соны түрік тілінен, орыс тілінен және қытай тілінен содан бәрінің басын біріктіріп, соның арасынан қазақша жаңағы әлем бесік жырларының аудармасын дүниеге әкеліп, оны Майра орындап жарық көрсетті. 2011 жылы сіз «Тәуелсіздік жемісі» деген кітаптың шығуына үлес қостыңыз. Әлі қолына алып таныспаған оқырман бұл жинақтан не біле алады? Енді 2011 жылы ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай «Тәуелсіздік жемісі» деген кітап шығардым. Себебі мұнда елбасымыздың мынау ұлт тұтастығын ойлаудан туған көші-қон саясатын қолдау мақсатында әлем елдерінен келген Қазақстандағы қандастарымыздың осы елімізге қосып жатқан үлесін көрсететін үлкен анықтамалық фотоальбом құрастырдым. Енді оның ішінде жаңа 118 адам кірген, ғалымдар, өнер адамдары және кәсіпкерлер. Солардың елімізге қосып жатқан үлесі. Сіздің шығармашылығыңыздағы тағы бір жаңалық, таяуда жаңа кітабыңыз жарыққа шықты. Оқырманға таныстыра отырыңызшы. Енді мына жақында «Түнгі лирика» деген кітабым жарық көрді. Бұл кітап өте бір көркем безендірілді. Мұнда Жеңіс Кәкенұлы деген Қазақстанға белгілі мықты суретші бар. Соның бүткіл суреттеріменен әр өлеңге өзіне лайық суреттер салынды. Сөйтіп бір тамаша кітапты дүниеге келдік. Енді Құдай қаласа кеште осы кітаптың тұсауы кесіледі. Студиямызға ақын келіп отырғанда қонақ кәде сұрамау әбестік болар. Бір өлең оқып берсеңіз. Кешіме
Мына кітабының ішінде айды қонақ қыл деген өлең бар. Кешіме қала халқын қонаққа шақыра отырып, осы айды қонақ қыл деген өлеңді оқып берейін. Айды бүгін мен үйіме шақырдым, ол үстінде отыр екен шатырдың. Айдың қонақ болғанына сенергім, күркесіне мына мендей пақырдың. Жыр оқыдым, жарық еткен ғаламды, абай саған арнаған деп бал әнді. Алғыс айттым қазағымның атынан, нұрға бөлеп тұрғанына даламды. Жыр оқыдым күркешемнің ішінде, ай үндемей отырды ойлап ішінде. Айға менің іңкарлығым бөлектеу, айлы түнде туғандығым үшін бе? Айды көктен іздеп жүрем жиі мен, ай көрмеген күндеріме күйінем. Мойнымды созып қоям кешкісін, ай аспанға шықты ма деп үйінен. Мен емеспін түк көрмеген шерменде, мың ғасырлық естелік бар зердемде. Күбірлеген дұғы естимін даламнан, қияқтанып туған айды көргенде. Бүгін маған болып кетті ай қонақ, ақ сәулелер сүйді мен аймалап. Ай жоқ қазір, өзім жалғыз отырмын, әй өмір ай өтіп жатқан тайғанап. Мұратхан, студиямызға келіп, сұхбат беруге уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық кешіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер Ақын Мұратхан Шоқанның әңгімесін тыңдадыңыздар. Таңшолпан Астана студиясында жалғасады. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар.